Сәлем достар, бүгін сіздермен черешняны косточкасын қалай отырғызу керек, және өріктің косточкасын қалай отырғызу керек, сливаның косточкасын қалай отырғызу керек. Міне біз мынау осыдан 2 апта бұрын желінген черешня мен өріктің косточкалары, конечно, басында үлгермей қалдым, бәрін лақтырып тастадым да, кейін есіме түскенде косточкаларын жинап бастай бастады. Міне мынау тура кеуіп тұрғандағысы, мынау жаңа желінген. Әрине осы черешнялардың барлығынан толық тал шықпайды, ағаш сразу өспейді. Бұны егу үшін бірінші бізге черешняны магазиннен сатып аламыз, оны жейміз. Жегеннен кейін косточкасын осылай қылып қоямыз, оны суға салып жуамыз. Суға салып жуғаннан кейін оны алып кептіреміз. Кептіргенде оны терезенің алдына қоймаймыз, күн қатты түсетін жерге қоймаймыз. Кухняның белгілі бір жеріне қойып қойсаңыз болады. Мен негізі мынаны қағаздың үстіне салып кептірдім де, міне осы тәрілкелерге салып қойдым. Мынау тәрілкеге кептірілген түрінің тек экспериментін сіздерге көрсеткенге ғана чуть-чуть қана салып алдым. Әйтпесе менде мынандай кептірілген дәндер өте көп. Яғни осылай кептіріп алған соң, бірінші магазиннен сатып аламыз, екінші жейміз, үшінші косточкасын жинаймыз, оны алып суға салып жуамыз, жуғасын оны алып кептіреміз. Кептіргеннен кейін біз күзді күтеміз, күзді күтеміз. Күзді күткенде өзімізге белгілі бір жерді, енді сіздің егіп атқан бақшаңыз болса, сол жерді белгілеп аласыз. Сізге сондай көп жерде керек емес, метр на метр болса болады, сол жеткілікті. Сол жерге осы жеген черешняларымыздың дәндерін егеміз. Еккенде жерге чуть-чуттан салып қоямыз да, бетін опилка бар ғой, кәдімгі ағаштың қалдықтары қалған, сонымен неше утеплять етіп жабамыз. Утеплять етіп жабамыз. Жапқаннан кейін олар сіздер еккенде бұлардың бір егу жолдары бар. Ол күзде прямо далада қара суық болып тұрады ғой, прям қара суық болып тұрған кезде ексеңіздер, черешняның талдары морозостойкий болады. Өте жақсы. Получается, ол жыл сайын шыққады. Шыққанның ішінде осы дәндердің ішінен бір 15 тал ағаш, наверное, қалатын шығар, который суыққа шыдамды, желге шыдамды, жаңбырға шыдамды, барлығына шыдамды, бір 15 шақты тал қалады. Сол 15 шақты тал жыл сайын. Негізі черешняны білесіздер да, барлығыңыз әлде білмейсіздер ма? Бұл 3 жыл қыстап, жаздап, күзде, көктемде өсіп келеді де, 4-ші жыл дегенде өзінің жемістерін бере бастайды. Черешня, вишня, слива, черешня, слива, өрік, бұлар негізі сондай ауа райына қолайлы. Бастапқы жылы су құйып күтуіңіз керек, одан кейін оларға қарамасаңыздар да, қарамағанда вообще тастап кетпейсіздер. Сондай қатты внимание, сондай қатты күтімді требовать етпейді. Өздерімен өзі өсе береді. Зато жемістері қандай күшті болады. Жыл сайын сізге жеміс беретін болады. Я вам это отвечаю. Теріп үлгермейтін боласыздар. Талдан жерге өрік ағып тамып жататын күндері болады. Сол алып мен сияқты жеңіздер, қалғанын жинаңыздар, жуыңыздар, кептіріңіздер, сақтаңыздар, күзде егіңіздер. Жемісті болыңыздар, жемістеріңіз көп болсын, ағаштарыңыз көп болсын. Сіздермен болған Адамант Тағам каналы. Подпишитесь, лайкайте, комментируйте, ставьте на уведомления. Каждый раз у нас будет выходить новые видео. Всем пока!